Ассалаумағалейкум ағайын, сіздерге күн сәттілігін тілеймін. Біз Сауд Арабиясындамыз. Бүгін өзіміздің отандастарымызбен, қазақстандықтармен Джидда қаласына Испания суперкубогын тамашалауға жолға шыққалы жатырмыз. Özümüz ayırtıyoruz kısmını. Özüm biledi mi? Kızga edeyim mi? Maç onda basılı da. Onlar biraz tırnak da neydi? Onlar boylar bir. Türk mü? Bizde de Türk. Oldu. Бір жарым сағат дегенде Джидда қаласына жеттік. Келген жеріміз Кинг Абдулла Спорт Сити стадионы. Яғни Абдулла патшаның атына берілген үлкен стадион. Айналаның бәрі толған машина. Көреміз енді қалай болатын. Атлетико Билбао ойынына келдік. Бұл жерде әрине фаворит Барселона. Барселона ішінде біз енді өзімізге жақын мұсылман бауырымыз Ямал ініміздің ойын көруге келдік, шынымыз айтсақ. Ертең Құдай қаласа Реал Мадрид пен Мальорка. Ол жерде фаворит Реал Мадрид. Әні Болат аға арнайы Сарыағаштан келіп отыр. Келесі абайдан. Шымкенттен ғой, Шымкенттен. Жақсы, керемет. Алла қаласа. Бүгін Барселона ғой, Барселона. Қай ойыншы? Балдар білет, Құдай қалса ертең Реал финалда екеу келсе шығар, Барселона Реал. إلى المساء. الرجاء إبراز التذاكر ورفع إضاءة الجوال Өзіміздің отандық футболды көріп жүрміз ғой, енді бұл әлем жұлдыздары, әлем футболын көру деген мүлде басқаша болса керек. Әлемнің әр тарапына келген адамдар бар. Бұл атмосфераны сезіну мүлде бөлек шығар деп ойлаймын. Алла насip етіп, енді тура бірінші қатарға түсіп қалып, мына Нұреке көрсетіп қойсаңыз болады. Тура варатан артында пенальти тепсе, оңға солға деп айтып тұратындай дәрежеге жетіп қалдық. Құдай қаласа ойынға жігіттерге сәттілік, өзімізге жеңіс. Ямал. Басына көпі тағын. Ламин Ямал 2007 жылғы 17 жасар жігіт. Трансферлік құны 200 миллионға жуық. Бізде де Құдай қаласа иншалла Қазақстан жігіттерінен осындай жігіттер шыға берсін иншалла.
яғни алғашқы орындардың бәріне өзіміздің қазақтар жайғасып жатыр. Ағамызбен таныстық, ағамыз Атыраудан келген екен. Шүкір, бір қатарда өзіміздің қазақтармен осынау бір Барселонаның ойынын тамашалаймыз деп кім ойлаған? Ой, рахмет, Алла разы болсын. Негізі біз Умрада жүріп естік бұл ойынның болатынын. Біз обратно қайтуымыз 10 числода етін Меккеден. Сол күнге дейін қонақ үйге төлеп қойған едік. Сол матчтың болатын естіп, бүгін Меккені Умрамызды аяқтап Жиддаға келдік. 2 күнге осы Жиддадамыз. Негізі футбол фанатымын ғой, матчтарын сборная Қазақстанның матчтарын жібермеймін. Шет елдегі болсын, мысалы жақын арада осы Грецияға бардым, осы өзіміздің ұлттық құрамамызға қолдау көрсетіп. Өзбекстан, Дубай деген сияқты елдерде де Әзербайжан қолдау көрсетіп барып тұрам. Астанадағы ойындарды үзбеймін. Бұл ойынға әйеліммен және қыздарыммен келдім. Әлем біріншіліктеріне барғам, Катарға, Ресейге. Қыздарым үшін келдім, қыздарым Реалдың фанаты. Ертеңгі ойынға да келеміз бұйырса. A continuación les ofrecemos las alineaciones
Gavi ne gerek sok? Gavi cigis desek Gavi. Boşluk orada da gene.